Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен өтетін темамыз рационал аңлатпалар. Рационал аңлатпалар болғанда бұлар жеті формулаға, қысқаша көбейту формулалар үшін құрамалы есапларды бастаймыз демек. Өткен темаларымызға байланысты. Біздердің қолымызда есапларымыз 43 есап бар. Бүгінгі темамызға сода есапларды көріп шығамыз. Бірінші есап надай болса, мынаны есаплау керек. Әтебір білсеңіз, мына 1 бөлінген 2 бұл 0,5 а квадрат. То есть неге? 0,5-тің неде кубы болу керек, то есть алжасып кетіппіз. Бөлінген а квадрат плюс а квадрат бөлінген 4,5. Бұны қалай есаплаймыз? Қараң, мұнау квадратқа көтерсең неше болады мынау? 4,5. Бүйірде не болу керек? А квадрат болу керек. Соның үшін біздер бұны нешеге көбейтейік? Жоқ қылу үшін, а қылу үшін да. Так. Демек, мынадай қыламыз, қараймыз. 0,25-тің кубы неше болады? 0,125 бөлінген а квадрат плюс а квадрат бөлінген 4,5-ді біздерден тауың дейді. Оны тау үшін біздер мынаны мына формаға, я мынаны мына формаға әкелуге әрекет етеміз. Сырада мына а квадрат болған үшін мынаны квадратқа көтерген мақұлдау болады. Бірақ бірінші біздер санда әкеп аламыз керек. Әтібәр білсеңіз, бұл жер 4,5. Біздер мынадан сыртқа 2-ні шығарайын. 2-ні шығарғанда мақсат, ямаса мынаны 2-ге көйтсем мынау неше болады? 9 ма? 9 болады. 2-ге көйтіп алдына 2-ні қойсам болады. Қараң, мынадай. 2 сөйтіп 2-мен қысқарып кету үшін мынау 0,125 бөлінген 2а квадрат плюс а квадрат бөлінген 9 десем. Мына 2-ні көбейткен кезде мына қысқарып кетіп өзінен келеді. Мынаны көбейткен кезде 9-ды 2-ге қысқартсам 4,5 болады деген сөзді. Түсіндіңіз ба? 0,125-ті 2-ге бөл енді. 0,125-ті 2-ге бөлсең 0 қой 625 болма бөлінген а квадрат плюс а квадрат бөлінген 9-ды есаплаң деп жатыр да біздерде. Мынаны есаплау үшін мен 9-ға әкелу үшін мынаны не қыламын? 3-ге әкелу үшін 2-ге көбейтемін. Я бұда да 2-ні сыртқа шығарып, астына қараң 1 бөлінген 4а деймін. Плюс а бөлінген 3 тең 4 бөлінген 3 деп қоя берем. Қараң, көбейтсем не болады? 2 болады. Көбейтсем 1,5 болып қалады да, 3-ті 2-ге бөлсем. Түсіндіңіз ба? Енді мен бұда мақсат мынаны тұрған жерінде квадрат беремін. Мынаған квадрат, ұлма, теңлеменің екі жағынан не қыламын? Квадратқа көтеремін. Сонда квадратқа көтерсем мынаған қайтып келемін да. Қараң, квадрат неше болады? 4. Так, мынаның квадраты 1 бөлінген 16а квадрат плюс не түсінбей қалмау үшін майлап жазамыз. 2 көбейту 2-нің несі? Көймесі 4а, а бөлінген 3 емес пе? Енді а квадрат бөлінген 9 тең 4-тің квадраты 16 бөлінген 9 емес пе? Екі жақта 4-ке бөлінсең болады. Сонда қысқарады да мынау. Сөйтіп мына керек зат тап қаламан. 1 бөлінген 16а квадрат плюс а квадрат бөлінген 9 тең. Мына 4-ке бөлсем неше қалады? 4 қалады. 4 бөлі 9. Сөйтіп мына лишний зат мына жаққа шығарып жіберемін, минус қылып. Сонда алар қысқарады. Мына қысқарады 2. 2-мен 3-ті өтсем 1 бөлі 6 емес пе? Болды, менен мынаны сұрап жатқан жоқ па? Ол міне мынаған тең. 2-ні олма өлме жүр, 9-мен 6 олма өлмеше 18. 18 9-ға бөлсем 2-ден 3-тен. 8-ден 3-ті алсам 5. Демек 2-ге тең екен. Сұрап тұрған нәрсе 5 бөлінген 18-ге тең. Жауап мынадай болады деген ешкім айтпаған ғой. Біздерде мынаны таудық қой жаңа міне. Дұрыс па? Мына неге қойған кезде 2 көбейту 5 бөлінген 18 болады ол. Сөйтіп сонда қысқарып 5 бөлінген апарып қоймаппыз ғой. Так, мұса өсерін қосып жібересің. Демек 5 бөлі 18 шықты. 5 бөлі 18 шықса қараң, 1-ді 16-ға бөлсек, мынадай шығады. 0,625 болып. Бөлу а квадрат тұрыпты. Плюс а квадрат бөлу 9 тұрыпты. Біздерде сыртында 2 бар. Демек, мынаның орнына неше түседі деген сөз? 5 бөлінген 18. Алдында көбейту 2-сі бар. Сол 2 мен 18 қысқаратта 5 бөлінген 9-ы жауап мынау болады. Түсіндіңіз ма? Жауап мынау емес та. Демек, давам етеміз. Кейінгісі. Мына есапларды мынадеп берген болса мынаны есаплан дейді. Оны білу үшін не береміз? Сырада ұлма бөлім. Мынаны яққа береміз. Неге жазбайым? 4а минус 2b минус 5-тен. Ұлма бөлім берген кезде астын тасып кете бересіз. Мынаны жазамыз. 3а плюс 6b минус 5 тең көбейт. 16а минус 8b минус 20. Жинаймыз. Аларды алуға өткізейік. 3а плюс 6b так
Minus 5 davay bärini ötküzeyim. Minus 16a plus 8b plus 20 ötedi. Teң ne kalat? Hesaplamaqçı nöl kalat. Uşadan minus 16'ını alsan minus 13a. Dürüst ba? 6 va 8 bilan qo'shsang 14 b. Minus 20 bilan qo'shsam plus 15 emas be? Teң 0. Endi osuna turgan yerinde ne qilsak bo'ladi? Mınanı topayım ben. Minus 13 plus 14 bu. Sonra minusga ko'paytik bunishni. Bär minusga ko'payt. Minusga ko'paytsam plus 13 minus 14 b minus 15 bo'ladi o. Sonra arman qarab plus 15 qilib chiqarib bereyim. Ne ekeni aytam. Sen buna ekeni ekini chiqarsiz ko'pkadan. 13a minus 14 b bo'lmaymi? Minus 45 var da. Al bizlerden 12 teng mi ne? 15 ke teng. 2 ko'paytib 15 minus 45. 2 ni 15 ko'paytsam 30, 30'dan 45 alsam minus 15. Tushundingmi? Tak, davom etamiz, keyingi hesabimiz. Bunau bo'lingan, bunau hisoblashimiz kerak. Buni hisoblash uchun birinchi qarang, birinchi qo'shimani isib, keyin ikkinchi qo'shimani isib ne qilamiz keyin? Bo'lamiz. Birinchi qo'shimada o'lma-o'lim beramiz. A plus 1 dan bergingizda asli turaveradi bo'limi. A plus 1 bo'lingan A plus 1 emas be? Bo'lingan. Mana bunaqa 1 minus A kvadratdan beramiz. 1 minus A kvadrat minus 3A kvadrat emas be? Bo'lingan 1 minus A kvadrat teng. A'ni olsam 2A plus 1 bo'lingan A plus 1. Ko'paytirganingizda ne bo'ladi? Jo'xoralibsiz. 1 minus A kvadrat bo'lingan nominal ne bo'ladi? 1 minus 4A kvadrat. Shu yerda ekonomlang 1 minus A kvadrat qayerga joyladi? 1 minus A 1 plus A sağ ol. 1 minus 4A kvadrat qayerga joyladi? 1 minus 2A 1 plus 2A. Qisqartirish jumlalarni olib boramiz. Plusda qisqaraveradi, ziyon yo'q. A plus 1lar qisqaradi. Sonda yuqorida 1 minus A qoldi, bo'limida 1 minus 2A. Sizlar qo'rqib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nada javob yo'q bo'lsa, uni deb istaydi mumkin deb aytadi. Nada minus chiqarib berasiz? A minus 1 maymi? Siz nada minus chiqarib berasiz? 2A minus 1 maymi? Bar 2 minus egalar plus kan. Nada javob bo'lishi mumkin, nada javob bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Nada javob chiqsa qat'iy chiqarib deb o'tirmangda. Ikkita javob topib ko'ramiz. Keyingi hisob 5-hisob. Bulam so'ng o'xshash hisob. Birinchi qo'shimni hisoblaymiz, keyin ko'paytiramiz, keyin borib qo'shamiz. Ko'p odam nada yashab ketsa mumkin. Birinchi qo'shimni hisoblaydi, keyin ikini yig'lab qo'sadi, keyin borib tur ko'paytiradi. U ashib bo'ladi. Birinchi qo'shimni istagingizda nima ikini ne chiqadi? M chiqaramiz. M minus 1. Ulma bo'lim sonda ne bo'ladi? M minus 1 dan ulma beramiz. Nima ne yetmaydi? 1. O'zi bo'lgan M. 1 minus M. Ko'paytuv deb beramiz. M bo'lingan M plus 2. Teng. Qarang, nominal qisqaradi, aldina biroq minus deb tursiz. M qisqaradi o. Sonda alimda 1 qoldi, bo'limida M plus 2 plus M plus 1 bo'lingan M plus 2. Davom etamiz. Ulma 1 deydi-ku. M plus 2 minus 1 plus M plus 1. Birlarni yig'lab qisqarib ketadi, M bo'lingan M plus 2. Tushundingizmi? Tushunsa yozib olamiz. Demek davom etamiz. Keyingi hisob 6-hisob. Berilgan istiyor kerak, o'rnalashtirib apalashtirib kerak. Birinchi qo'shimani ishlaymiz. Ko'p odam istaydigan shikisi so'zat, na alat, keyin borib turib ne qiladi? Ko'paytiradi. O qati. Birinchi qo'shimani istab ko'paytirib olamiz. Keyin bundan naqd chiqqan zatni olamiz. Birinchi qo'shimani o'rnatyapmiz, qarang. 1 bo'lingan x minus 1 ning kvadrati minus na jaysak nerga jayib ketganda 1 minus x. Biroq nomin keltirishdan ne qilamiz? Almashtiramiz. X minus 1 x plus 1. Na almashtiramiz, nerga ketadi? Plus. Teng ulma bo'lim neden bo'ladi? Qarang. Ikkinda da x minus 1 bor. Biroq so'ning nesini beramiz? Ulkandan. Keyin x plus 1 yerib juraveradi. Sonda naqan ne yetmaydi? X plus 1. Naqan x minus 1. Ruslan tushundingmi? Naqan 1 berdik buni, 2 bo'lgan uchun. Tak, endi ko'paytamiz. X plus 1 plus ko'paytsak x kvadrat minus x. Qisqartib beramiz. Sonda x kvadrat plus 1 bo'lingan x minus 1 ning kvadrati x plus 1. Ruslan qisqaradi zat bormi shu yerda? Nega qisqaradi? Ana bir joy bo'lamiz. Qaysini joy bo'lamiz? Jo'xarisidanmi? Soni bilan quloqlaringiz qaltin sirg'a. O'rta plus bo'lsa hech qachon yig'maydi, jayilmaydi. Minus bo'lsa jayladi. Bu yerda qisqaradi zat? Yo'q. Ammo x kvadrat no x qo. Tushundingizmi? So'tirsda xalat 10 bu yoqda padark kutib turibdi sirtda. Birinchidan yozamiz. 1 minus x kvadrat jayibsiz. 1 minus x 1 plus x bo'lingan 1 plus x. Порядкmi yozib bering so'sin.
Birinchi nan жазады, keyin nandan chiqqan zat жазады. Ko'p odam nan жазады da keyin nan жазады. Tushundingizmi? Ko'paytu x kvadrat plus 1 bo'lingan x minus 1 ning kvadrati x plus 1. Endi qisqartaver. Mana. Nominin buni. Biroq nomini qisqaratda oldina minus chiqadi. Qaysini almashtirgan bo'l? To'xtab tur. Qaysini almashtirgan bo'lamiz bu yerda? So'ngchi minus chiqarmayaqni, buna kvadratda 1 minus x ning kvadrati deb yozib berdik deydi. Durust aytadi. Sen kvadratda o'rnamiz o'sha almashtirsak minus chiqmaydi-ku. Endi dastlab bizat ne bor edi? X plus 2 bo'lingan 1 minus x nega teng qo'yib qo'ying. Keyin minus mana yoqdan chiqqan zat, nadan qolgan zat yozamiz. Yuqorida 1 aslida 1 minus x. Ulama yekunda 1 minus x dan x plus 2 minus 1. Sonra x plus 1 bo'lingan 1 minus x. Qisqarama? Qisqarmaydi. Просто sullo qilib qo'ysangiz bo'ladi. X plus 1 bo'lingan dan x minus 1 deb almashtirasiz, oldina minus qo'yasiz. Endi javob qaytib qolganda balans. Javob nada qolgan. Tushundingizmi? Aslında almastırıp Qisqartirib. Ne almashtirdim-ku aslında x minus 1 qildim-ku. Kelmaydi bunaqa o qaytsa-da. Ustini almashtirsa 1 plus x bo'ladi, ziyon yo'q. Ey, yaxshi. Minus chiqarmaylik deb o'tirdim. Ziyon yo'q bo'ldi, shu yerda to'xtaylik, keyingi hisobga o'tamiz. 7-juda yaxshi hisoblarning biri. Nani ko'paytirib aylantirib qisqartib kerak. Qisqartirish uchun jiklov kerak. Jiklov uchun kemini necha og'zini berib bo'lishi kerak? 4. Buni hisobga kelmaydi. Ya'ni ay savol. Ya'ni bizlar o'rtadagi 5AB deganni bir zot deb o'ylab topishimiz kerak. Ya'ni qo'shma chiqarish uchun. 2AB desang, 3AB desang, x nomi chiqadi, 3 nomi chiqadi deb o'tiradi. Tushundingizmi? Ne yozamiz? 6b kvadrat minus 2ab minus 3ab plus a kvadrat bo'lingan nani deb yozamiz? Kim aytadi? Tom. 2ab 6ab desang 6 minus 8 kelmaydi-ku. Nani desek bo'ladi, qarang. A kvadrat shu o'rtadagi javob sotsa, mana javob sotgan javob. Minus 4ab plus 2ab desek bo'ladimi? 1 minus 2ab-ku. Keyin minus 8b kvadrat turaveradi. Ko'paytirib aylantirib yuqoriga jibir. A kvadrat 3ab ni qilamiz? Minus 4ab plus ab deymiz. 1 minus ab bo'ladi, 3ab bo'ladi-ku. Minus 4b kvadrat bo'lingan a kvadrat aslına ketib boradi. Buni ne qilamiz? Minus 3ab plus ab minus 3b kvadrat teng. Teng deb biz neqa davom eting, qarang. Yerga davom eting. Tak, buni men nadan necha chiqadi? 2 ne chiqadi chiqsin? 2v chiqadi, sog' bo'l. 2v chiqsa nadan 3b minus a. Молодец. Al na yukini majburiy neni chiqarsa? Plus a ni chiqaring da. Ya minus a chiqaraylik bor. Minus a chiqarib qo'yib tursiz. Sonda 3b minus a bo'ladi. Sen minus a qo'ysang a kvadrat bo'ladi-ku. Bo'lingan. Tak, aslan buni yukini nominin qarang, bu nominin nan chiqar. A ni chiqar. A plus 2. Yukan plus qo'y. Al, mana yukini 2 minusdan minus sirtqa chiqarasiz, minus 4 v ni chiqarasiz. A plus 2v emasmi? Ko'paytu bundan yozamiz. Bu nominin birinchisi uchinchisini chiqaramiz. Ne chiqadi? A chiqadi. A plus v. Al, bu nominada minus 4v ni chiqaramiz. 4v. A plus v. Bo'lingan. Tak, aslida birinchisi men uchinchisi ya'ni a ni chiqar. A plus v. Al, ikkinchi men to'rtinchisidan minus 3 v chiqadi. A plus v. O'z tur chiqarsan kelaveradi deb qo'shimchalar. Demak, nima yukini ne bor, qarang? 3v minus a bor. Jiklash bilsam sonda 2v minus a. Asıl qolsa Ruslan. Tak, yukunda a plus 2v bor, a minus 4v. Ko'paytu. Yukun ne bor? A plus v bor, a minus 4v. Bo'lingan. Yukun ne bor? A plus v bor, keyin a minus 3v. Hisobning eng haziqatli yeri. Endi qisqarasi yerga keldi. Kimga kim qisqaradi? A plus v qisqaradi. A minus 4v men a minus 4v qisqaradi. A minus 3v men nan qisqartamizda oldindan minus chiqaramiz. Nomina qisqarmaydi. Sonda oldinda minus qoladi. So'ng minusni bilan ko'yitchazaqmi? A minus 2v bo'lingan a plus 2v deb. Tushundingizmi? Yana bulardan qisqartib men.
Ава, мына минусты мына көбейтіп жіберіп орнамастырып жібердік та. Демек, мына басқа есеп еді. Так, кейінгі есабымыз juda жақсы есаплардың бірі, 8-ші есап, давам етеміз. Так, қараң, juda зор есаплардың бірі. Бірінші, мына бөлшектің алымын істеп аламыз. Келем бөлім істеп, мынау не деген сөз? Бөлу, соны орындап аламыз. Қаусырым бармай тұрайын. Мынаған ұлма бөлім не болады общий? А, В плюс С-дан емес пе? Мынаған В плюс С-дан мынаған көбейт. В плюс С, сөйтіп, мынаны істеп, жоғарыға айландырып жіберсем қалай түсінесіз? Мынау үстіне кетеді А, В плюс С болып, бөліміне, мынаған В плюс С-дан, мынаған А-дан емес пе? Сонда В плюс С минус А. Руслан, түсіндің ба? Резко орындадық та. Енді кейінгісіне көбейту мынаны істейді. Мынаған 2 В С-дан бермейміз ба? 2 В С плюс В квадрат плюс С квадрат минус А квадрат. Бөлінген 2 В С. Көбейту. В С үстіне кетті. Так, А плюс В плюс С-ның квадрат. Сол жерде тек мынаны қысқарта аласыз. Сосын не қысқарады? Мына целый кетеді, ә? Енді қараң. Сол жерде ана үшінші бөлшектің алымына қарасаңыз, не көрініп тұр жерде көзіңіз? Мына 2 мен 2 қысқарама дейді. Ол болмайды, қысқармайды. Қате. Мынаумен ба? Яқшы, мынаны біреу қысқарды, яқшы. Мінерде не көріп тұрсыз? Кім ол келеді? Міне, мынау тұрған жерінде В плюс С-ның сырттай квадрат. Дұрыс па? Келе минус А квадрат емес пе? Енді мен қалған затты жазайын. Сонда жоғарыда солғамай ма тек? Алымда. Мынаны деп жаюға болады, қараң. В плюс С минус А, В плюс С плюс А. Кәді мына форма бойынша. Мынаумен не? Түсіндіңіз па? А минус па, А плюс па? Квадратына тастап ортасы минус, квадратына тастап ортасы плюс. Бөлінген бөлімде В плюс С минус А қалды, сосын 2 қалды, көбейту. Келен А плюс В плюс С-ның біреу қалмады ма? Плюста орнамаса береді. Но солайынша готовы тұрды. Сонда не қалды? 1/2 қалды. Түсінікті ма? Тек ойлап табатын затыңыз бұл жерде мынау сіздерге добавка функция болып тұрған. Қосымша. Қалғанларын бәрін істейтін затыңыз. Но алатын пайдалы затыңыз бұл жерде. Түсінікті ма? Сөйтіп жоны жайып білуіңіз керек та формула. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 15-ші есап арабша болып кетті. Сәл ізден бастап көріп кеттік. Егер В тең минус 2 болса, мынаны есаплаң дейді. Жүда қиын есаплардың бірі, қараң, хәзіл есаплар. В19 минус 1. В19 минус 1-ді бізде жайған кезде, кеше алдыңғы сабақларда кәдімгі Паскаль үшмешілігі деген өттік қой. Сол кезде бірінші дәрежеде тапсыраймыз, көптағы деп. В минус 1 қыламыз. Сөйтіп екінші көпкеде бұның дәрежесі біреуден көбейіп барып, түсіп бара береді, бірдікі көбейіп бара береді. Бұның нешесі болып қалады? Енді 30-мен біреу кетті, 18. Кене бұның 17-сі. Енді бір болғаннан кейін бірді көбейіп бара берсі, плюс бұның 16-сы деп бара береді, екінде бірдің 18 дәрежесі бір емес пе? Сөйтіп қасына В плюс 1 бар, бөлінген назад пайда болады да солайша. Түсініңіз ба? Бұл формуласын білсеңіз, онша қиын емес. Мына қысқарып кетіп тұрған жерде. Енді бұның орнына көбейтілсін не болады? В квадрат минус 1 емес пе? Бұның орнына нешені әкел дейді? Минус 2-ні әкеп қоясаң, квадраты неше болады? 4-тен 1-ді алса 3. Түсінікті ма? Демек, кейінгі есап 10-ші есап. Егер x y тең a квадрат болса, мынаны есаплау дейді. Бұны есаплау үшін мынадай зат пайдасы жоқ, мынаны қысқартуға болмайды деп. Түсініңіз ба? Өйтіп қысқартуға хақыңыз жоқ. Жайып аламыз, дұрыс айтады. Яғни x мынаны жай. Y квадрат 2ay плюс a квадрат минус y x квадрат минус 2ax плюс a квадрат емес пе? Енді соны көбейт шығайын. xy квадрат 2a кетті енді. a квадрат x көбейт. x квадрат y екеуі плюс майма? 2ax кенен минус a квадрат. Асты тұртты, просто мына жігілеп алайын, төменде есаплап. Кімлер кетеді? Мына кете ма? Аха. Зато бізде де әзір мына екеуінен не шығады сыртқа? X шығады. X, Y шығады. Y минус X қамай ма? Ал мына екеуінен не шығады? A квадрат шығады. X минус Y емес пе? Сонда пайда болады. Екеуінен X минус Y минус X шығарайын да. Мынада минус шығарайын деп ойлаймын. Сонда X, Y минус A квадрат емес пе? Так, төмені бар деп ойлаймын бір затты, не? Оны үстіге шарт емес деп қараң.
y minus mынау неге тең менде? X y неге тең деп қойды белгіленді? A квадрат. Неге A квадрат қойса, A квадрат алсаң не шығады? 0 шығады. Қысқармайды. 0-ді 0-ге бөлсең? X y неге тең менде? A квадрат қойсам, A квадрат алсам не болады? 0 болады. 0-ді қалайын санға өтсем 0, 0-ді қалайын санға бөлсем 0. Қалған жаңа есептеу шарт емес та? Түсіндіңіз ба? Қалтыра жолы емес, ешқандай өзінің жолы. Оригинал жол. Так, кейінгі есеп 12-ші есеп. Надай не болса есептеу керек. Не береміз? Молодец, ұлмөлін береміз. Бірінші ол x кенен x плюс 3, кенен x плюс 6, кенен x плюс 9. Мұнаға неден береміз? x плюс 6, x плюс 9. Мұнаға неден береміз? x ham x плюс 9-дан. Мұнаға неден? x ham x плюс 3. Көбейткен кезде қараң. 2 көбейту. Мұнан көбейт жазамыз сразу. x квадрат плюс 6x пен 9x қоссам 15x болады. Плюс 6-ға 9 қоссам 54. Плюс 2x бар. X емес. X-ті бір-бірінен көбейт жазам. x квадрат плюс 9x. Плюс 2 x квадрат плюс 3x. Сау бол. Енді бәрінен нені шығарайын сыртқа? 2-ні шығарып жіберейін. Сонда x квадрат 15x плюс 54 плюс x квадрат плюс 9x плюс x квадрат плюс 3x. Сөйде соны есаплап алайын, асты тұртты. 2 неше x квадрат? 3x квадрат плюс одан кейін не? 15, 9, 3-ті қоссам неше болады? 27x. Одан кейін 54 сау. Мына үшеуінен сыртқа не шығады? 3 шығады. 3 бар үшеуінде де. Сонда надан не қалады? x квадрат плюс 9x плюс неше? 18. Молодец. Енді қараң қызық жері. Нерге жасамақ. Так, сыртына неше болды? 6. x квадрат 9x 18. Формула келмейді бұл. Солай қалмайды бұл. 9x деп жазамыз. x квадрат 6x плюс 3x деп жазамыз. Бола ма? Асты бар деп ойлаймыз. Сонда мына екеуінен не шығады? X шығады, x плюс 6. Ал мына екеуінен не шығады? 3 шығады, x плюс 6 тұртты. Екеуінде не бар? X плюс 6, x плюс 3. Молодец. Сонда астында не бар еді? x плюс 3, x плюс 6, x плюс 9. x3 мен 6-лар қысқарып кетеді тұрсы. Сонда 6 бөлінген x плюс 9. Бұл жерде жұмақ шығарадыңыз, ол мөлін бересіз. Ең кейінде осы ситуация түскел еткенсіз. Мұна ортадағы ағзаны пәленше қосу төленше деген затқан. Яғни астындағыда 2 көп қысқартуға алып келесіз. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз, кейінге сағамыз. 18-ші сап апеллястыру керек. Апеллястыру үшін бұларды неге қосақ болады бірінші? Нағарам қысқартуға келейін десе, 2 орнамас тұпты. Ол мөлін беріп аламыз. Аға y-тан беремен. Сонда x y минус 1 бөлінген y май ма? Соның квадрат екеуіне де не болады? Деп қойсам бола ма? Отдельно. Сырттай квадрат еді ғой? Көбейту, мынауым созады. Y-тан бер. x y плюс 1. Астына y. Сөйтіп, олардан отдельно квадрат қылсам бола ма? Көбейту, мынанам істеймен. X-тан беремес, сөйтіп, үстіне айландырып жіберсем бола ма? Бөлу ғой енді. Үстіне кетеді, кім кетеді? X-тің квадрат. То есть квадраты астына не болады? X y минус 1-дің квадрат. Көбейту, мынауым сол. X y үстіне кім кетеді? X-тің квадраты астына x y плюс 1-дің кім түсінбей қалды? Мынада істесем мынадай өттірді да міне. X y плюс 1 бөлінген x-тің мынадай квадраты. Сөйтіп алақыда қойдық та квадратлар. Сөйтіп үстіне кеткен кезде айланып түсіп жатыр. Енді мынау қысқарады не? Мынау қысқарады дұрыс. Сонда үстінде неше болады? X-тің 4-і, y-тің 4-і. Жоқ мынау болады. Түсінікті ма? Кім түсінбеді? Дым түсінбесеңіз, астынан сөйтіп майдалап салып, кені бөлу деп көйтігі айландырып жүрген өзіңіз. Сразу айландырып жіберме. Так, давам етеміз кейінгі сап, 24-ші сап, қызық есаплардың бірі x, y, z наған тең болса, наны есаплаңыз. Сол санды қойып есапласаң сан болады, санды қоймай тұрып есапласақ, жүре жақсы болады. Апеллястырып. Яғни, олмауын береміз тұрыз. Наған неден береміз? Y, z. Наған, на екеуін көйміз. Наған, сон көйт шығаман.
x y z minus y z көбейт плюс x y z minus x z плюс x y z minus x y. Так, бөлінген барды мынаны жинап алайыншы. Мына үшеуі кетті ма? Тоқта, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько шығарсам болады мына еді? Қараң. Мынау менен мынаны шығарсам y-z. Мынаны ма? Екі бірдей ғой. Я қоса жағам емес пе? Сколько шығарacak па? Қара. Мынаны шығарайын. Келен мынау менен мынадан шығарсам x шығарсам x қалады ғой. Мынау мен мынаны шығарамын онда міне. Қара. Мынау мен мынаны шығарамын. Қалған мәжбүри. Мына екеуінен xz шығар. Сонда y минус 1 қалады шығар. Дұрыс па? Онда мен мынау менен так, yz пенен кім шығарамын? Ау. Кімді? Y минус 1-ге алып келе жағырмын оны? Мынау менен мынаны шығарсам z минус 1 қалады. Келіспей қалады деген да? Яқшы, зиян жоқ. Зиян жоқ. Тұра берсінші. Бөлінген не еді? X, Y, Z беді? Көбейту. Мынаған ұлмен бер. Мынаған Y, Z-тен, X, Z-тен, X, Y. Сөйт, көбейтуге айланған кезде үстіне X, Y, Z-ті кетпей ма? Бөліміне Y, Z плюс X, Z плюс X, Y емес бе? Мына қысқарып кетеді. Сөйт, мынау бөлінген азатмай ма? Сөйт, алдында бар міне. Мына яқта екен ғой. Ана ұқсамай қалған себебі. X, Y, Y, Z, X, Z. Кене минус төбеден мынаны үшін қосып жіберші. Мынаны. 3x, Y, Z. Кене минус Y, Z. Кене минус X, Z. Кене минус X, Y. Бөлінген Y, Z, X, Z, X, Y. Ол мөбін бір дейміз бе қараң? Бір дейді, сол тұрады. Мынаны жазайыншы. X, Y, Z. Плюсті орнамастырып жаза береді ғой. Сөйт, мынаумен алған кезде 3x, Y, Z. Минус 3x, Y, Z. Кене плюс Y, Z. Бәрі неге өзгеріп атыр? Плюсқа өзгеріп атыр. Плюс X, Y. Мынаумен ақсап кетпей ма? Сөйт, мынау наған келмей ма? Олмен мынау қысқарады. Сонда бір қалады. Ана салмады апарып қойып шарт емес та. Ол плюсті алмаса береді ғой. Бағана сен айтып отқандай А плюс С деген С плюс А. Демек кеңге салымды түсінген болсақ, жақсы есаплардың бірі 25-ші есап 7 надай дәрежесін бөлгенде. Бұны калькулятормен есаплай алмаймыз, дұрыс па? Bu yerda bir topqirlik kerak. Ana 2004 deganda. Yo'q. Yo'q. Manalarga asılmay sal. Ey sağ ol. 8'de 7 plus 1 deb yazamiz. Tushundingiz ba? Sebebi mana ekönde ne var? 7 var. 7'ni sırtqa chiqar, necha qoladi? 2004 qolmaymi? Qo'su o'zidan 1 qoladi. Сөйтіп mana екеуі мәжбүри qolmaymi o'zi? Sümreyip turadi skopkada. 7'nin 2004'ü plus 1. Sonda qarasanız ekönde de ne var? 7'nin 2004'ü plus 1 var. İkincisinde ne qoladi? 7 plus 1. Bölüngen aslında 7'nin 2004'ü plus 1. Qisqaratda necha qoladi? 8 qoladi. Tushundingizmi? Sal topqirlik bo'lgani. Tushundingizmi? Yozib olamiz. Ya? Demek devam etemiz. Keyingi samchimasini hesap, nani qisqartib kerak. Buni qisqartib uchun bag'ana jiklab chiqu kerak. Jiklab chiqu buni juda ansat yo'l emas. Formulalardan yaxshi bo'lishi kerak. Endi ikkinchi ansatli yo'l san qo'yib silsak bo'ladi. Bu yerda misol x ga y ga san qo'yamiz-da z. So'ng shuni men javoblar yozib qo'yayim. Endi qolay javob kerak bo'ladi. Bizda albatta a javob, b javob, s javob, d javob. Sizlar san o'ylab turing, ansatlov. Ulkaytavermay, sanni jilatni kichkantay qiling. Bu yerda shart yo'q, qarang. X y ga z ga teng bo'lmasin degan shart yo'q-da bu yerda. So'ng shu bu yerda men x ga 2 ni y ga 1 ni z ga da 1 ni qo'ysam bo'ladi. Nega shu yerda x dan 1 qilmadik? 1 1 1 qilmadik. Sebebi 1 aslini qo'yib sразу hisoblaymiz-da, qarang. 1 qo'shib 1 qo'shib 1, olib 1, olib 1, olib 1. Ne yo'q qoladi? 0. Bölçekning bölümü 0 bo'lgan ne? Bo'lmaydi. So'ng shu x ga 2 ni qo'y. Bölçekning bölümü 0 qilmam kerak-da jilatni. X ga 2 ni qo'yaman. Necha bo'ladi? 8. X y ga 1 1. Alu 3 ko'paytu 2 emasmi?
Көйтіп 1 жазбаймын. Бөлінген x-қа 2-ні қойсам, 4 плюс 1 плюс 1. X-қа 2-ні қойдым, 2. Мына екеуі 1 болады көбеймесе. Мына екеуі 2-ге 1-ді көйтсем, 2 емес пе? Есаплаймын. 10 алу 6. 4. Мынау 6 болады, 6-дан 5-ті алсам, 1. Қайсы 2? Мынау ма? Мына x-қа 2-ні 1-ді қойдым. 1 мен 1-ді көйттім. 1 мен 2-ні көйттім. Так, 4 шықты ма? Демек, мынадан 4 шықты ма? Мына жауапларды қайсына қойғаныңыз 4 шығады. Так, мынаған қояқ міне. 2 плюс 1 минус 1. 4 шыға ма? 2 шыға. Мынаған қой. 2 плюс 1 плюс 1. 4 шыға ма? Асықпайын, мынаяқтан түсіп қалуымыз мүмкін. 2 минус 1 минус 1. 0 ұлма, я? Мынау 2 минус 1 плюс 1. Бұлам 2 шығады. Жауап 4 шыққан онда жауап С-ді. Сан ой ұсыл деген. Түсініңіз ба? Түсініңіз ба? Демек, түсінген болсаңыз давам етеміз. Кейінгі сап 34-ші сап. Жүдә бір. Үлкен саплардың бірі боламын. Тек саплаған кезде алсыз кетпеу керек. Жеті форма жақсы білміз керек. Бұны жайық бірінші. Скобканың қаусырма ішіне саплаймыз. 6z, z квадрат, жайваттан 4z плюс 4 емес пе? Жинастыр. Z квадрат номино 2z плюс 4 па? Енді үйге жайлады? Нан 2-нің кубы десем кубқа жайлмай ма? Z минус 2, z-дің квадраты 2z плюс 4. Демек, ұлма бөлім көріп қалды. Z минус 2 һәм z квадрат плюс 2z плюс 4 емес пе? Мынаған не жетпейді? Мынау бар z минус 2. Мынаған не жетпейді? Өзі. Мынаған екінші қаусырмас. Z квадрат плюс 2z плюс 4. Ашып шығамын енді. Көйтсем мынау не болады? Z квадрат, яғни сырттай квадрат бөлмей ма? Минус 4z плюс 4 болады. Түсініңіз ба? Яғни z минус 2-нің сыртлай квадрат болады, соған жайдым да. Плюс мынаны жай. Z квадрат плюс 8z плюс 16. Ізінде минус 12-сі бар. Кені минус пен ашың абайлан. Z квадрат минус 2z минус 4. Әмесі минус болады тұрсы. Демек, есаплаймыз. Z квадратларын біреу қысқарады. 1z квадрат қалады кен. Минус 4z плюс 8z. 4z болады. 4z-тен 2z алсам, 2z. 4-ке 16-ны қосаман. Яқшы, на екеу 4 болады ғой. Сөйді, о 4 номер қысарып береді. Плюс 4 қалады да, плюс. Бөлінген z минус 2, z квадрат плюс 2z, көріп қойдыңса, плюс 4. Қысарып береді на екеу. Сөйді. 1 бөлінген z минус 2. Енді мұнан көбейту деп мынаны жазуым керек. Берді жазу үшін на екеуіне z квадрат шығарайын. Z квадрат шығарсам, z плюс 2 май ма? Сөйді, на екеуіне 2-ін шығар. Z плюс 2 бола ма? На екеуіне z квадрат шығар. Z минус 2. На екеуіне 2-ін шығар. Z минус 2. Екеуіне z минус 2. Мына үстіне кетеді мынау. Яғни z минус 2-ін жекілей жіберемен, сонда z квадрат плюс сау болды. Мына астына келеді назад. Екеуіне z плюс 2-ін жекілей жібер. Сонда z квадрат плюс 2. Молодец. Тең. Өзімен өз қысқарады. Мына z минус 2, z минус 2 қысқарады. Сонда 1 бөлінген z плюс 2. Демек, түсінікті болса кейінгі есап давам етеміз. Жүдә қызық есаплардың бірі 36-шы есап. Мынадай көймені есаплаң, тең 30-дан 1 болса, а неге тең болады дейді. Бұл жерде онша қорқудың қажет жоқ. Себебі ұлманы беремін бірінші. А-дан бер. А минус 1 бөлінген а емес пе? Наған а минус 1-ден бер. А минус 1 минус 1-ін. А минус 2 бөлінген а минус 1 ма? Көйту. Наған а минус 2-ден бер. А минус 2 минус 1-ін. А минус 3 бөлінген а минус 2. Кете берет. Наған 3-тен бер. 2 бөлінген 3 емес пе? Наған 2-ден бер. Еді және бар көбейту деген. 1 бөлінген 2 май ма? Тең 1 бөлінген 30. Қарасаңыз, деп қысқарып бара береді. Деп қысқарып барса, кім қалады деген сөз? Асты қалды манада, мынаяқта не қалады деген сөз? Жоғарысы қалады. Жоғарысында 1, астында а. Түсініңіз ба? Жоғардан қысқарған үшін, мынаяқта жоғары қалады. Түсініңіз ба? Тең 1 бөлінген 30. Сөйде пропорция қылып жіберсеңіз, а тең 30 болады деген сөзді. Мынаяққа қылсаңыз, а тең 30 бәрі. Түсінікті ма? Түсінікті болса жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі есабымыз 37-ші есап. Надай есаплау керек. Скобкілердің орталары, қаусырманың орталары көбейту. Көбейту белгісі әдетте жазылмайды. Так, бірінші қаусырмадан бастай бересізден. Ұлма бөлім екеуінің көбеймесі. А квадрат, Б квадрат. Бұған Б квадраттан беремен, бұған А квадраттан беремен, бұған екеуінің көбеймесі А квадрат, Б квадраттан. Сонда көбейтемін Б4 плюс А4 минус 2А квадрат, Б квадрат. Дұрыс па? Көбейту.
Olma bölüm 2'nin көймесі. B minus A, B plus A. Бұған A plus B'dan беремін, бұған B minus A'dan. Көйткен кезде сіздерге түсінікті ол үшін деп жазам. A plus B'ның квадрат плюс ана B minus A'ның сырты. Көбейту. Енді мына қараң, ердімді айғылам. Бірінші мынаны істеймін. Olma bölüm A kvadrat B kvadrat емес пе? Мынаған B квадраттан беремін, мынаған A квадраттан. Сонда B квадрат плюс A квадрат. Нені көбейту дейді, мына бөлу деп айландырып жіберсем бола ма? Мына olma бөлімі не болады? A квадрат B квадрат. Айланып түсіп жатыр сразу. Мынаға A квадратты, мынаған B квадрат. Ол төменге түседі. A квадрат алу B квадрат. Міне де созады. Яғни olma бөлім A квадрат B квадраттан, мынаған A квадраттан беремін, мынаған B квадрат. Ал жазып кетпеңіз сол жерде A квадрат алу B квадрат көбейту. Мына olma бөлім A квадрат B квадрат айланып түседі, дұрыс. Жоғарысылары B квадрат плюс A квадрат. Так, давам етемін. Так, енді қараң. Мынау таныс па? Нені береді? B квадрат минус A квадраттың сыртқы квадрат. Яғни мынаның квадрат 4 болады, 2-ның көймесі міне мынаның квадрат. Дұрыс па? Бөлінген A квадрат B квадрат. Көбейту. Мынаны жаямыз. A квадрат 2AB плюс B квадрат. Мынаны жай. B квадрат минус 2AB плюс A квадрат. Бөлінген B минус A, B плюс A. Так, дальше. Екеуі сарып кетеді. Көбейту. B квадрат плюс A квадрат. Бөлінген A квадрат минус тұра берсін. Минус. Неде скоп бар омалайым. Дұрыс па? Ұмыт кетіп скоп. Так, кенен. A квадрат минус B квадрат бөлінген A квадрат плюс B квадрат. Есапты салмайды өді. Қызық болады өді. Қараң. Енді мұна қайтып жайлады еді? B минус A, B плюс A. Квадрат екіне де қой жүремін. Себебі сыртқы квадрат кейін тәсір етеді. Дұрыс па? Кені A квадрат, B квадрат. Көбейту. 2A бұлар кетеді мағыз. 2A квадрат плюс 2B квадрат болады онадай. Дұрыс па? Одан екінші шығарып жатсам бола ма? A квадрат плюс B квадрат. Так, мынау B минус A, B плюс A. Енді мына жақта қызық болады. Olma bölüm не? Екеуінің көймесі olma bölüm. A квадрат минус B квадрат, A квадрат плюс B квадрат. Мынаған A квадрат плюс B квадраттан. Мынаған A квадрат минус B квадрат. Көйткен кезде жаңа зат болады. Яғни A квадрат плюс B квадраттың сыртылай квадраты орта минус, кені A квадрат минус B квадраттың сыртылай квадрат. Так, енді кімді қысқартамын? Номи нома? Қалай қысқарады бұл? Мынау минус, мынау плюс. Мынау минус номер болмайды зайсан. A минус B плюс A плюс B деген. Мына жайын. A минус B, A плюс B ал жайды. Мына алмастырып номер кетеді ме? Қалай мынау квадраты бар ғой? Так, ояқ бұғаны мынадан басқа жол жоқ. Енді давам етеміз, қараң асықпаң. B минус A-ның номен біреуін қысқартайын пока. Қанаға дедім. Номен қысқартайын, дұрыс па? Пока тұра берсін. Енді мынаны жаюым керек, мынаны істеуім керек. Мынаны істейін қараң, квадратқа жайман. Так. Қайырге саплай берейін, нерге саплай берейін шақшы. A4 плюс 2A квадрат B квадрат минус плюс B4. Минус A4, сразу минус пашам. Мына минус болады, кейін плюс болады. 2A квадрат B квадрат. Кейін плюс B4 номенен минус B4 болады да қараң, алар сарып кетеді екен. Сонда не қалады? Номенан қосынысы 4A квадрат. Демек соны түсіремін. Наларды жазып алайын. Надан кім қалды? V минус A, V плюс A. Бөлінген A квадрат, V квадрат. Көбейту жоғарысында. 2A квадрат плюс B квадрат. Бөлінген бір қоя. Көбейту. Мына жоғарысында не қалды міне? 4A квадрат, B квадрат. Бөлімінде мынау бар еді. Мынаны жайып жаз. A минус B, A плюс V. Но никогда жайылмайды. A квадрат плюс B квадрат. Так, енді қысқартамыз. Міне, плюс пенен мынау кетеді. A квадрат B квадратпен мынау кетеді. A минус B мен мынау кетеді, бірақ алдына минус. B плюс A мен A плюс B қысқара береді. Минус 10-нан қысып кете береді. Сонда минус 2 көбейту 4-ің минус 8 қалады. Сонша есептен. Түсінікті ма? Кейінгі есеп, 40-шы есеп. Надай бөлу есеплау керек. Енді бірінші қосылмаған үшін есеплаймыз. Мынау тұра береді. Мынаны жайып жаз. X плюс Y, X квадрат минус XY плюс Y квадрат емес пе? Бөлінген XY-тің кубы. Көбейту ретін үстіне жіберіп жібейін. Мына екі олма бөлі не болады?
Екеуінің көй емес пе? Мынаған x-тан мынаған y квадрат. Көйт жаз. X квадрат минус xy плюс y квадрат. Сол болды. Кейін көбейту мынаны жаз. Орнамастырып жібер. X плюс y. Так, мынаны жаюымыз керек екен, қараң. Неге жайды? X квадрат 2xy плюс y квадрат емес пе? Сөйтіп x көбейді. X куб 2x квадрат y xy квадрат. Кейін плюс 4x квадрат y емес пе? Fakat тұрып тұрсын. Бізде қысқарту жұмыстарын алып барайық. Так, мына біреу қысқарады. Мына біреу қысқармай ма? Сонда x плюс y не болады? X плюс y-тің квадрат. Төменде не қалды? Y-тің біреу қалды. Так, нені жұмысты істеймін? Қараң, x куб мына не болады? Плюс 2x квадрат y емес пе? Плюс xy квадрат. Бәріне x шығар. X шығарсам, x-тің квадраты 2xy квадрат емес пе? Мұна мен қысқармай ма ол жайын? Сонда бір бөлінген x y қалады. Түсінікті ма? Қайсыны? Жинамай қысқарттықты. Демек түсінік olsa жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі есабымыз 41-ші есап. А квадрат плюс b квадрат тең мынадай болса, мынаны есаптаймыз. Бұл жерде бұны квадратқа жайып есаплап жүру шарт емес. Бұнам сан қою ұсылы арқалы істесеңіз болады. Себебі мінеріңіз, бір сан бар, өзі бір-біріне тең болмасын деп айтып қойған жоқ та. Бір сан бар, қосып, көбейт қосыңыз тең болады. Sıra неше? 0 болмайды сірә. Бөлшектің бөлімі 0 болмайды. Яғни аға 1, бға 1, сыға 1. Қараң. 1 ғой. 1 плюс 1 плюс 1. 1 ғой. 1 плюс 1 плюс 1 емес пе бәрібір? Қоссаң неше шығады? 3. Теңдік қанаттандыра ма? Болды. Сол үшін беріп тұрды да. Ал сөйді ойлануың басқа 2, 3, 4 қойсақ, ол кезде не қылмайды? Теңдік дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сол бірге келіп тұрды да. Демек аға 1-ді, бға 1-ді, сыға 1-ді қойсам болды. 1 ғой. 1 қосып 1 бөлінген 1. Детский болып кетті, я. Ал 1 қосып 1 бөлінген 1 квадрат. Енді наламал істей алмайтындар барша. 1 плюс 1 бөлінген 1-дің квадрат. Неше болады? Бөлім болады. Бірге 1 доғыз. Неше болады? Неше болады? Ой, есаплап отыр мыналар. Түсініңіз ба? Енді 4 дедім ғой. Бірге 1 доғызсақ 2. 2-ні бірге бөлсең 2. Квадрат. Түсініңіз ба? Сан қою дегенді? Яқ, міне ергеп тұрды да. Берді надай шарт жоқ қара. Наған тең емес деген надай зат жоқ та. Соң үшін қоя бересіз. Егер о зат болғанда бір-бірді қоя алмай қалады енді. Түсіндір алдың ба? Өз соға арналып тұрып десап. Демек, сен соғанды ойланып тұр. Давам етеміз 43-ші есап. Надай есапла. Бірінші не орынланады әлбетте? Көп адам дейді. Мына екеуін алады, мына екеуін қосады, кейін барып тұрып бөледі да. Ал бірінші не орынланады? Бөлу орынланады. Яғни x, мына жайып жаз. X минус 2, x плюс 2. Көбейту, айландырамыз дұрыс. Қысқарады. Мынаны жазамыз. 5x плюс 6. Мынаны жайып жаз. X минус 2, x плюс 2. Молодец. Минус не қалды? 1 бөлінген x плюс 2. Плюс 1. Біреміз бе? Ұлма бөлім x минус 2, x плюс 2. Өзіне бірден береміз. Мына x минус 2. Мынаған екеуін көймесі, яғни x квадрат минус 4. Демек, 5x плюс 6 көбейтеміз. Көйіткен кезде x номен минус x алжаспаң. Минус 2 бұл менен плюс 2. Плюс x квадрат минус 4. Есаплаймыз. X квадрат бірінші қала береді өзі. 5x-та x-та ал. Плюс 4x деп айт. 6-дан 2-ні қос 8, 8-ден 4 ал. Плюс 4. Бөлінген бұжыр. Бұдан саған нені береді? X плюс 2-нің квадрат. Бөлінген бөлімде x минус 2, x плюс 2. Дұрыс қысқартамыз. Өзі дұрыс шығарсаңыз қысқаруға келу керек. Түсінікті ма? Аңсатлау екен, я? Жаңа есаптардың қасында сәл аңсатлау екен. Демек түсінікті ма? Демек темамыз осы жерде жұмақланады. Үйге тапсырма сол 43 есап кейінгі темаларда көріскенше.